Аталарымыз конституция жазып кеткен, 7-ші ба 5-ші тармақтан жазып кеткен. Мемлекеттік тіл қазақ тілі, онымен қоса ресми тіл орыс тілі. Екеуі бірдей қолданады деп. Қазір айтып отыр. Қазіргі жағдайда тура орыс тіліміз алып тастаса қолданыстан, біздің жағдайымыз қандай болады? Алудың еш қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Себебі біздің ең бірінші алатын ақпарат құралының бәрі орыс тілінде. Интернет орыс тілінде. Ең негізгі кітаптар орыс тілінде. Қазақ тілінде кітаптар аз, ақпарат құралдар кеңістігі жүні дамымаған. Жастарымыз кіреді интернетке, керек құралдардың бәрін орыс тілінде алады. Содан бар қазақшаға аударады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, мемлекеттік тіл дамытуға өте үлкен қаржы бөлінген. Кітаптар бар, бесіктер бар, программа бар, ақша бөлінген, орталықтар бар, қоғамдар бар, бәрі бар. Неге дамымай жатыр? Балабақшамызда қазақ тілінен дамып келеді. Қазақша балабақшалар бар. Неге бұны тек қана мен ойым шығарып қана қоймай, бұны ғылыми зерттеу керек. Неге жастарымыз орыс тілін білмей тұра, орыс тілін білуге әуес, білгісі келеді. Сөйлемесе де сөйлейді, қате болса да сөйлейді. Үйінде қазақша сөйлейді, ал ашақты орысша сөйлейді. Бұны бір ғылыми жағынан зерттеу керек деп ойлаймын. Үлкен мамандарды жұмылдырып, қазақ тілінің дамуына зерттеу. Одан кейін бана Болат ағамыз айтып кетті, Елена Жамиловна айтып кетті. Кішкентай балабақшадан бастау керек. Балабақшада сөйлемеген баламыз одан кейін қазақша сөйлеуі қиын болады. Көп ұлтты мемлекетпіз. Дұрыс айтады, шыққан кезде біз егерде кешіріңіз. Станиславпен, мысалы біз көшеде көрсек, қазақша ешқашан сөйлемейтін. Здравствуйте. Можете показать, бірнесе айтатын еді. Тіліміз бұралса да, одан орысша сөйлейтін еді. А неге қазақша сұрамасқа? Станислав, айтып жібересіз бе? Абай көшелері қай жер десек, біріншісінде білмейді, екіншісінде білмейді, үшіншісінде үйренетін. Біз сұрай берсек, сұрай берсек. Сол жағын бір ғылыми зерттесе, ақша бөлініп жатыр, қаржы бөлініп жатыр, қолдау көрсетіп жатыр, неге дамымай жатыр? Екінші сұрақ бағана Айдар Рахымжанов айтып кетті, ақпаратты кеңістікті көбейтсек, мемлекеттік тілдің даму жағы қазіргі 5-10 жылда дамымаса да мүмкін 2015-2020 қарай дамитын шығар деп ойлаймыз. Оған қатысты шаралар жүргізіп жатыр.